Әлемдегі ең қорқынышты өлімнің бірі туралы білесіз бе? Бұл адам ең қорқынышты тәсілдердің бірімен қайтыс болды. 1999 жылы Жапониядағы ядролық нысанда болған сұмдық апат тарихтағы радиациялық сәулеленудің ең қайғылы жағдайларының біріне әкелді. Хисачи Аучи Жапониядағы ядролық кәсіпорында жұмыс істеген және 1999 жылы 30 қыркүйекте қауіпсіздік шараларын еленбеуі мен абайсыздықтан қарапайым процедура апатқа айналды. Уран ертіндісін араластыру кезінде Хисачи Аучи мен оның әріптестері сыни масса қалыптастырды. Бұл критикалық апатқа және өлімге әкелетін нейрондық радиацияның бөлуіне себеп болды. Хисачи елестету мүмкін емес, шамамен 17 зиверт радиациясын алды. Бұл адамның өмір сүру мүмкіндігінен әлде қайда жоғары. Құтқарушылар оны дереу ауруханаға жеткізді, бірақ зақымдану орны толмас болды. Бірнеше сағаттың ішінде оның ағзасы істен шыға бастады. Ол жіті радиациялық ауруға ұшырады. Қатты құсу, денесінің терісін еріткен ауыр күйіктер және тоқтамайтын азап оны өлімге жалбарынуға мәжбүр етті. Дәрігерлер оның өмірін құтқаруға бар күшін салды. Эксперименттік емдеу мен қан құюды қолданды. Бірақ ештеңе оның азабын жеңілдете алмады. Оның отбасы үрейленіп, шарасыз күйде оның қалай азап шегіп жатқанын көріп отырды. Отбасы үміт пен шарасыздықтың арасында қалып, оның жанында болды. Хисачи жарақаттарының азабына төзе алмай, бірнеше рет өзін өлтіруге рұқсат сұрап, азапты тоқтатуды өтінді. Радиация оның денесін бұзып, иммундық жүйесін жойып, көптеген органдардың істен шығуына алып келді. Тері қатты деформацияланып, денсаулығы күрт нашарлады. 2 айдан астам ауыр азап пен қиналудан кейін Хисачи Аучи 1999 жылы 21 желтоқсанда қайтыс болды.